Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін ұйғыр халқының момасай тамағын дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Әрі жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы су құямыз. Және де тұз саламыз. Құмшекер. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз бен құмшекеріміз толықтай араласуы қажет. Толық рецепт описание бөлімінен көре аласыздар. Енді құрғақ аштыққа салатын боламыз. Жақсылап араластырып, аштығымызды ертіп алатын боламыз. Осылай толықтай араластырып алдық. Енді кішкене сұйық май құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аласыздар. Енді ұн салатын боламыз. Бізде қатты емес, жұмсақ емес, орташа тығыздықта қамыр шығуы қажет. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осымен дайын болды. Енді бетін жауып, 1 сағаттай ашытып қоятын боламыз. Енді ары қарай тағамызға подлив дайындайтын боламыз. Бізге сұйық май қажет. Майымыз қызған екен ет саламыз. Етімізді жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Орташа отта. Және де бізге пияз қажет. Пиязымызды осы видеода көрсетілгендей 4 бөлікке бөліп, осылай ірі қылып тураған дұрыс. Осылай әдемі болып шығады. Енді пиязымызды салып, көп қуырудың қажеті жоқ пиязды. Осылай 1-2 рет араластырып, қуырып алсаңыздар жеткілікті. Енді сәбізімізді ірілеп турап қосатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша сәбіз картоп қосуға да қоспауға да болады. Егер кішкене тойымды болсын десеңіздер, сәбіз картоп қоссаңыздар болады. Енді сәбізімізді қуырып алатын боламыз. Сәбізімізді жақсылап қуырып алдық. Енді су құятын боламыз. Көп құюдың қажеті жоқ. Осы етіміз батып, ет пісіруге ғана қажет. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Және де тәтті паприка. Өзіңізге ұнаған приправа қоссаңыздар болады шамалап. Және де кішкене қара бұрыш қостым. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз, кішкене жайлап. Енді бетін жауып, қайнаған екен, баяу отта 1 сағаттай пісіретін боламыз. Етіміз піскенше. Біздің қамырымыз ашып, дайын болып тұр. Енді жаятын боламыз. Кішкене ғана ұн сеуіп, астына міндетті түрде ұн себіңіздер, әйтпесе жабысқауы мүмкін. Видеода көрсетілгендей жаясыздар, домалақтамай, осылай тек қана алға қарай жылжытып, біздің қамырымыз жұқа болуы қажет. Осылай жанына қарай шамалы ғана жаясыздар. Осылай видеода көрсетілгендей алға артқа жайып, жұқа қамыр жайып алатын боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді сұйық күнбағыс майын құятын боламыз. Шамалап құйып, енді барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Толықтай. Енді өзіңізге ұнайтын кез келген аскөкті қолдансаңыздар болады. Мен укроп пен петрушканы осылай турап, морозилкаға қатырып қойған болатынмын. Соны қолдандым. Ерекше дәмі шығып, иісі шығып, өте дәмді болып шықты. Егер сіздер аскөк ұнатпасаңыздар, әрине қоспасаңыздар да болады. Осылай барлық шетіне сеуіп шығатын боламыз.
Енді видеода көрсетілгендей осылай бір шетін ортасына шейін апаратын боламыз. Тура ортасына апарып. Енді екінші бетінде дәл солай екінші қамырдың бетіне тастайтын боламыз. Осылай басып шығасыздар, барлық шеті бірдей болуы қажет. Осымен дайын болды. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей қатты қалың, кішкентай қылмай осылай жаятын боламыз. Барлығын бірдей формада кесіп алатын боламыз дегенім. Негізі міндетті түрде жасап көріңіздер, көп уақыт алмайды, өте оңай дайындалады. Осылай барлығын кесіп алдық. Енді сіздерге ары қарай көрсететін боламын. Осылай шықты. Енді осылай бір қамырды алып, үстіне екіншісін қоясыздар. Және де бізге осындай шпажка ағаш қажет. Осылай үстінен басып аласыздар. Және де қамырымызды осылай созамыз. Енді ортасына осылай шпажканы өткізіп, видеода көрсетілгендей айналдырып аласыздар. Негізі өте оңай жасалынады. Кез келген адам бірден жасайды. Осылай астына қарай жапсырасыздар. Осымен болды. Өте әдемі болып шықты. Сіздерге тағы бір рет көрсетейін. Қамырым жұмсақ, өте оңай дайындалады сондықтан. Осымен барлығын осылай жасап шығасыздар. Енді біздің етіміз пісті. Чеснокты майдалап, турап қосатын боламыз. Және де қызыл, тәтті, сары бұрыштарымыз қосамыз. Бір-екі рет араластырып, кішкене ғана қосаңыздар жеткілікті. Қуырып алдық. Енді соя соусын құятын боламыз. Енді кішкене ғана осы соя соусын толықтай араластырып аласыздар. Егер суы азайып қалса, кішкене қоссаңыздар болады. Осымен баяу отта тағы да 20 минуттай пісіретін боламыз. Жақыннан көрсетейін, осылай өте әдемі болып шықты. Осылай барлығын дайындап алдық. Енді мантаваркаға қойып 20 минуттай пісіретін боламыз. 20-25 минут пісіріп аласыздар. Бұл да өте әдемі болып пісіп шығады. Осылай өте әдемі болып шықты. Егер сіздердің қазандарыңыздың бетіне мантаварка қоюға болатын болса, солай пісірсеңіздер де болады үнемдеп. Мен солай пісіріп алдым. Осылай өте әдемі болып шықты. Біздің подливымыз да дайын. Енді барлығын тарелкаға салып ұсынатын боламыз. Тамағымыз осылай өте әдемі болып шықты. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.